Жолда. Әңгіменің авторы Дулат Исабеков. Кеше ғана жолдың бұрқырап жатқан шаңы түнімен жауған жаңбырдан бүгін шылқылдаған саз балшыққа айналыпты. Үй шатырынан тырсылдап тамған мөлдір тамшылар ұлы жауынның әлгінде ғана басылғанын айқындап тұр. Үстіне құрылыс материалдарын артқан машина жалтыраған асфальт көшемен Арыс қаласынан шықты да тегіс жол біткен соң екі жағына кезек теңселіп, көшедегі шалшық суларды шашырата жөнелді. Азанмен жайылуға шыққан ашқарақ тауықтар машина әбден тақалғанша жолдағы шашындыларды барынтасымен шоқып, енді басына қауіп төнген соң төңіректі жаңғырта қиқулап, құтылып кету бәрібір екі аяққа байланысты екенін ойламай, пайдасы аз болса да қанаттарын сабалап жол жиегіне жанталаса шығып жатыр. Енді бір ширек сағаттан соң қаланы қырқалар көзден тасалады да, төңіректегі мүлгіген тыныштыққа машинаның гуілдеген үні бүлік салып келе жатты. Түнгі жауыннан рахаттанғандай қарлығаштар машинаның жанынан оқша зулап өтіп, енді бірде аспанды тілгілеп, әр түрлі өрнек сала ұшып жүр. Ал одан жоғарырақта қанатын асықпай қағып, үлкен қарақұс әлде қайда өз шаруасымен кетіп барады. Жерде не болып жатыр, онымен оның ісі де жоқ, тіпті білгісі де келмейтін сияқты. Бұл тарасынан сығалай қараған күн сәулесі кабинада отырған жас жігіттің бетін қытықтап өткендей болды. Түні бойы ұйқы көрмесе де шаршағандық нышанын жүзіндегі қайраты бүркемелеп тұрғандай. Дөңгелек лақтырған балшықтар бірінен соң бірі аспанға көтеріліп, халі біткен соң жол жиегіне түсіп жатыр. Жол азабымен арпалысып келе жатқан жас жігіттің көзіне бір кезде алыстан қарайған нүкте көрінді. Әбден жақындағанда барып, нүктенің жол үстіне көлденеңінен шоңқиып қалған машина екені анықталды. Біздің жігіт кабинадан басын шығарды да, машинаның мүшкіл халіне жаны ашығандай әрі өкінгендей соза бір ысқырып, «Қашаннан бері мұндасың?» деді. «3 сағаттан бері. Тұросың бар ма?» «Мынадан басқа еш нәрсе жоқ», деп жігіт тот басқан 3-4 құлаштай сымды көрсетті. «Мынауың түкте болмайды, баланың ойыншығы, дегенмен байқап көрейік», деп ол машинасынан түсіп дөңгелекке төне қарады. «Балоның да жарылып кеткен бе?» Қас қылғанда қос қырсық қабат келіп тұр. «Тфу, итшілік-ай, ағай, мұнда да бір трос жатыр ғой», деп саңқ еткен нәзік дауысқа жалт қарағанда, біздің жігіттің көзі қолында дөңгелек етіп оралған, жіңішкелеу трос ұстап тұрған жасы 17-лер шамасындағы ақ құба қызға түсті. Жаңа келген жігіттен ұялғандай бетіне қаны лып етіп ойнап шыға келіп, жанарын жас жігітке бір тастады да, «Сәлеметсіз бе?» дегендей, басын жай ғана изеп тросты әкеп табыс етті. Екі жігіт әлденеге абдырасып қалды. Әсіресе біздің жігіт алғашқы кезде қыз қолынан алған тросты түсіріп ала жаздады. Оның уылжыған ажары мен қара бұлтты қақ жарып найзағайдай жарқ еткен жанары жас жігіттің жүрегін дір еткізіп, сол жүрек түбіндегі бозбалалық сезімін желпіп өткендей болды. Ақырында олар іске кірісіп кетті. Тот басқан сымды 3 қабаттап машинаға жалғады да, алға қарай жаймен итініп барып солқылдата жолқи тартты. Екеуі де құлақ тұндыра гүрілдеп, үлкен-үлкен балшықтарды аспанға оқша атып жатыр. 3 қабат сым бір кезде борт кетті де, артқы машина арлы-берлі теңселіп барып баяғы орнына қайтадан жайғасты. Олар сымды екінші рет жалғағанмен бәрібір пайдасыз болып шықты. Бір сілкігенде ақ бытырлап үзіле берді. Қыз әкелген трос та 3-4 жұлқығаннан әрге аспады. «Ал енді белбеуімізді жалғамасақ түкте қалған жоқ», деді мұртты жігіт ызалана жерге бір түкіріп. «Енді не істейміз? Әлде де бір жол бар, саспа жігітім. Бірақ ол ауырлау соғайын деп тұр. Әйтсе де тәуекел етеміз бе?» «Ол қандай жол?» «Мына менің машинамдағы шифрдың бәрін түсірейік. Соның астында трос та баллон да бар. Жарай ма?» Жігіттің бетінде қуаныш нышаны күлім қақты. Балшық қолын қағып жіберді де, «Темекің бар ма? Сонан соң кірісейік», деді. Олар үлкен кенепті анадай жерге апарып төсеп жіберіп, аздап демалуға отырысты. Олардың қасына қыз ұяла басып келді де, қолындағы қағаздарын ашып, бұлардың алдына тамақ қоя бастады.
Сіздер шаршадыңыздар ғой, тамақтанып алыңыздар, деді ол екеуіне кезек қарап. Мұртты жігіт тамаққа бір баттасқан қолына бір қарады да күліп жіберді. Сонан соң, «Иә, тамақ жеп алсақ, теріс болмайды екен-ау. Тұр жігітім, қол жуып келейік», деді ол орнынан көтеріліп. Бірақ біздің жігіт қолын жуып келіп отырғанын, сөйтсе де тамаққа тәбеті жоқ екенін айтты. Мұртты жігіт өзіне қарағанда әлдеқайда көрікті жігіттің қыз қасында қалып қоюын ұнатпағандай, екеуіне бір қарады да машина жаққа кетті. Ол ұзап кеткен соң біздің шофер қыздан көз алмай қарап отырды да, бетін басқа жаққа бұрып алып, «Сіздер көптен таныссыздар ма?» деді, дауысын мейлінше жайбарақат ұстауға тырысып. «Бір колхозда тұрамыз. Оған көп болды ма?» «4 жыл. Сіздің атыңыз кім болады?» Қыз мынадай оқыс сұраққа не айтарын білмей біраз мүдіріп қалды. Дегенмен жауап беруге тура келді. «Дүрия», деді ол бәсең дауыспен. Жігіт темекісін тастады да қызға жалт қарады. Бұлт арасынан сығалай қараған күн сәулесі Дүрияның аппақ беттерін бұрынғыдан да көріктендіре түскендей болды. Оның жалғыз тал етіп өрген шашы алтына түсіп, осынау сұлулыққа өз үлесін қосып тұрғандай. Жігіт жанары қызға да жеңіл тимесе керек, ол төмен қараған бойы үнсіз де қимылсыз қалыпты. Әріректе мұртты жігіттің шелектерді сақырлатып жатқаны бұларға анық естіліп тұр. «Сонымен сіз танысуға қарсы болмайсыз ба?» деді жігіт жауап күтпестен жақын отырған қызға қолын созып. Осы кезде барып Дүрия жігіт жүзіне үлкен қара көздерін бір тастады да оған қолын ұсынды. Жігіт оның мақтадай үлбіреген саусақтарын езіп алармын деп қауіптенгендей жаймен ғана қысты. «Мақсұт», деп батылсыз күбір етті. Бұдан кейін екеуі де үнсіз қалды. Осы кезде мұртты жігіт бұлардың қасына келді де қыз алдындағы колбаса мен нанға ашқарақтана көз тастап, періштедей сұлу қыздың алдында өзін еш нәрседен қымсынбастан еркін ұстайтын дәрежеге жетіп қалғанын көрсетпек болғандай, Дүрияға жанаса келіп отырып, «Тамағың дайын ба?» деді аяғын созып жіберіп. Ол қыздың ұнатпаған пішініне назарда аудармады. «Сіздер неге үндемейсіздер, таныстыңыздар ма?» «Япыр-ау, мен де сенімен таныспаппын ғой, Хасен», деді ол Мақсұтқа қолын созып. «Ал енді Мақсұт екеуің танысыңдар. Менімше, танысқанда тұрған дәнеңе де жоқ, қымсынба», деді Дүрияға қарап. «Біз таныспыз», деді Дүрия Мақсұтқа күле қарап. Хасен жігітке көзінің астымен бір қарады да тамақ жеуге кірісті. Мақсұт екі жұмыртқаны аршып бірін қызға ұсынды да, екіншісін өзі алып оны жеп бітірген соң, екінші рет дастарханға қолын созғанда, осыншама колбаса мен жұмыртқаның соншалықты тез таусылып қалғанына қайран қалып отырған Хасенге көзі түсті. Шынында да газет бетінде нанның қиқымдарынан басқа ештеңе қалмаған еді. «Бәрінде өзіңіз тауыстыңыз ба?» деді Мақсұт. «Қайдам?» деді Хасен өзі де түсінбей. Білмей қалғансыз ғой онда?» «Жоқ, бәрінде мен жеген жоқ сияқты едім». «Тағы да жесеңізші онда?» «Жоқ, бірақ мен оны сені сұрамаймын». Оның бетінде ашу үйіріле қалды. Дүрия Хасеннің шарт етпе мінезіне ренжіп қалды да Мақсұттың жүзіне көз тастады. Хасеннің өзінше шағып айттым-ау деген сөзі. Мақсұттың көңіліне келу бұлай тұрсын, қайта оның өзіне қарай жайдарлана күліп отырғанын көріп, ол да езу тартты. «Ал Хасен, іске кірісеміз бе?» деді Мақсұт осы уақытқа дейін теріс қарап үлгерген оған. «Асығу керек, бүгін түске дейін сонда болуым керек еді, кірісейік», деді ол орнынан атып тұрып. Хасеннің құйындай ұйтқыған мінезіне таңданған Мақсұт басын бір шайқады да машинаға қарай жүрді. Сонан соң олар машинаның үстіндегі шифрларды түсіре бастады. Дүрия машинаның ішінде әлденелерді жиыстырып жүр. Оның сұлу тұлғасы кабинаның ашық есігінен анық көрініп тұр. «Мақсұт», деді Хасен бір кезде оған қыз жақты иегімен мегзеп. «Менің болашақ қалыңдығым». Оның бетінде мақтаныш сезімімен астасқан «Енді қайтесің?» дегендей жасанды, сұраулы пішін үйіріле қалды. Мақсұт мұна сөзге сенерін де сенбесін де білмеді. «Оны сүйесің бе?» деді оған төне түсіп. «Әйтпесе ше?» «Ол ше?» «Ол да». «Сұлыма қалай?» Шынында да Мақсұттың бойын дәл осы кезде әлде қандай қызғаныш билеп кеткен еді.
Оның қарсы алдында тұрған мына мешкей жігіттің өзіне қарағанда әлдеқайда бақытты екенін түсініп, өзінің ондай қызға өмір бақи қолы жетпейтіндей боп көрінді де, ауыр оймен арпалысып тұрып, «Иә, сұлу», деді күбірлеп. «Қой, әңгімені соза бермейік, сен аңырып қалдың ғой», деді Хасен жұмысқа кірісіп жатып. Олар шифрді түсіре бастады. Бір кезде Дүрия бұларға жақындап келді де, «Мен сіздерге қандай көмек беруге жарар екенмін?» деді жайдары үнмен. Мақсұт оған бір қарады да үн қатпады. Тек ерекше бір қайрат біткендей Хасеннің терін сүртуіне де мұршасын келтірмей, шифрларды үсті-үстіне әпере берді. «Дүрия, мұнда кел, мыналарды бір жерге қаттап қоя бер», деді Хасен оған шифр әперіп жатып. Олар үшеу болып жұмысқа кірісті. Түні бойы түнерген бұлт енді ашуы тарқағандай бірте-бірте ыдырай көшіп барып әлдеқайда жоғалып жатты. Кеңістік шымылдығы ашылып кеткеніне қуанғандай ерке күн көкшіл аспан аясында бәз баяғы қалпымен дөңгелене жүзіп бара жатыр. Мақсұт Дүрияның тікенектей қатқыл шифрға созған, үлбіреген нәзік саусақтары мен сұлу жүзіне, кей-кейде мөлдіреген жанарына әлсін-әлсін көз тастаумен болды. Бірақ көзбен көз түйіскенде екеуі де жанарын басқа жаққа еріксіз тайдырып отырды. Олар жұмысқа қызу да қауырт кіріскендіктен бе, әлде әрқайсысын өзінше ой шырмауы матап алғандықтан ба, әйтеуір шифрдың түсіріліп болғанын бірақ білісті. Сонан соң олар көп кідірмей-ақ тросты машинаға жалғады да істі тез аяқтауға кірісіп кетті. Мақсұт Хасеннің машинасына отырып бар қайратымен стартерді басып қалғанда сонып қалған мотор қақалып шашалып барып дүр ете түсті. Сонан соң ышқына тартқан машина шифрларды қаусатып барып соңғысын терең қазбадан суырып алып шықты. Олардың әсіресе дәл қазір Хасеннің қуанышында шек жоқ еді. Күн ұясына қарай еңкейіп бара жатты. Сондықтан олар енді баллон ауыстыруға кірісті. Тот басқан гайкаларды әрең дегенде шығарып болған соң, көп ұзамай жаңа баллон да салынып бітті. Мақсұт аздап тынығайын деген оймен өз кабинасына отырып темекі алып тұтатты. Хасен машинасын оталдырды да өшірместен бұған жақындады. Оның әлденеге батылсызданып сипақтап тұрғанын аңғарған Мақсұт кабинаның есігін ашты да, «Иә, не айтпақсың, Хасен?» деді. Ол бар батылдығын жинап алған болды да, «Саған көп рахмет, Мақсұт, маған жүре беруіме бола ма? Асығыс едім. Бастық түске дейін жет деген еді. Бұған қалай қарайсың?» деді күмілжей сөйлеп. Хасеннің тап мынадай зымияндығы Мақсұттың ызасын келтірді. Мақсұт одан мұны мүлде күтпеген еді. Әйтсе де ол қайтер деген оймен, «Жарайды, өзің біл», деді. Еш нәрседен тайынбайтын Хасен бұл келісімге мейлінше риза болған кейіппен ыршия күлді де, «Мынау баллоныңның ақшасы, барым осы еді», деп оған 20 сом ұсынды. Ашуға булыққаннан не дерін білмеген Мақсұт кабинадан атып шығып, қолындағы ақшасын жұлып алды да оның бетіне салып жіберді. «Кет, жоғал сілімтік, батыр қараңды», деді оған тап беріп. Сонан соң темірдей жұдырығымен оны салып жібергенін өзі де сезбей, Хасеннің өз машинасы шыққан шұңқырда жатқанын бірақ көрді. Оның олай етпеске де амалы жоқ еді. Мақсұт оған назар да салмай машинасына қарай жүре берді. Хасен сауыс-сауыс боп орнынан тұрды да Дүрияға жақындап, «Отыр, кеттік», деді дауыстап. Қыз мынадай өктем дауысқа жалт қарады да, «Адамшылығың қайдеді?» деді даусы дірілдеп. Бірақ Хасен оны естімеді. «Естіп тұрсың ба? Кеттік», деді Хасен қайталап, әлінше бойға симаған ашуын кімнен аларын білмей. Мынадай сөз қыз жанына бата тұрса да, бөгде жігіттің қасында қалып қоюды лайық көрмей амалсыз барып кабинаға отырды. Мүмкін ол Хасен үйіме бейтаныс жігіттің қасында қалды деп айтып барады деп қысылған шығар. Бір минуттан соң машина орнынан ауыр қозғалды да, біраздан соң қия беттен әрі асып көзден ғайып болды. Құлаққа ұрған танадай-ақ төңіректі өлі тыныштық қаптап алды. Көгілдір түсті шифрлар шашылып жатыр. Олардың арасынан қарайып Хасеннің шыртық баллоны көрінеді.
Өзін ақымақ етіп тастап кеткен Хасеннің ызасы Мақсұттың ішіне сыймады. «Мен мейлінше ақымақ болдым», деді ол күйініп. Дауысы еріксіз шығып кеткенін өзі де сезбеді. «Сұлу Бекеш, сен де менің ойлағанымдай болып шықпадың ғой», деп ол темекісін тартылып бітпесе де ызалана лақтырып жіберіп төбе болып үйіліп жатқан шифрлардың қасына келді. Сонан соң оларды машинаға қайраттана тией бастады. Күн батып, кешкі қараңғылық бірте-бірте қоюлана түсті. Мақсұт бетінің сорғалаған терін де сүртпей, шифрларды машина үстіне дамылсыз тиеумен болды. Ол күн кешкіріп қалды-ау, мынаның бәрін қай кезде бітіремін деп әсте ойланбады. Осы кезде әлгі қияның басынан бері қарай ымырт қараңғылығымен ағараңдап жүгіріп келе жатқан әлдекімге көзі түсті. Ол келе жатқан Дүрия екенін бірден таныған Мақсұттың жүрегінде ерекше бір қуаныш сезімі тасып, қолындағы шифры түсіп кетіп, аяғын жаншып жібере жаздағанын да елемеді. Мақсұт оған қарсы жүгірді. Әңгіменің соңы. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.